Қайырлы күн қыздар, сіздермен мөлдір. Бүгін мен сіздермен өткен жолы сарысуды не үшін алып қалғанымды айтатын боламын. Бұл сарысудың көмегімен біз сіздермен осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын ірімшікті дайындайтын боламыз. Жалпы сүт арқылы ірімшікті алу тәсілдері өте көп. Соның ішіндегі ең оңай әрі тиімді әдісін айтатын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді толықтай құйып аламыз және де қайнағанша күтеміз. Ал мынау біздің алдында құйып қойған сары су кемінде 1-2 күн үйде жылы жерде тұруы тиіс. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде біздің сүтіміз пісу үстінде. Енді осы кезде оттың астын баяу қоямыз және де біздің жаңағы дайындап қойған сары суымызды аз-аздан құя отыра осындай қалақшаның көмегімен былғап тұрамыз. Былғауды тоқтатпаймыз. Бұл жерде біздің әбден ашыған сары суымыз сүтті ірітіп, осы арқылы бізде ірімшік пайда болады. Бұл сүттен ірімшікті алу әдісі тағы да айран қоссаңыздар болады. Сол кезде де сіздің ірімшіктеріңіз жұп-жұмсақ әдемі болып шығады. Немесе кейбір кісілер уксус салып та ірітіп жатады. Бірақ олай сіздерге кеңес етпеймін, себебі өзім көрдім, ірімшіктеріңіз резина секілді қатып қалады. Сол себепті де мен сіздерге ірімшікті дәл осылай мен секілді сары сумен немесе айранның көмегімен ірітуге кеңес етемін. Мінекей, біздің ірімшігіміз осылай толықтай іріп шықты. Осы кезде оттың астын сөндірсеңіздер болады. Беті осылай сәл көпіршиді, ол ештеңе етпейді, басылады. Енді дәл осы күйінде сәл суытып бөтен ыдысқа марлы матасын қойып сүзіп алсаңыздар болады. Менде болмағандықтан мен әбден суығанын күтіп, осылай қолымның көмегімен сары суынан сығып ажыратып алдым. Егер сіздерде сары су болмаған жағдайда сүтті айран арқылы ірітсеңіздер, дәл жаңағы видеодағыдай сары судың орнына айранды қосып, былғай отыра ірітіп аласыздар. Мінекей, біздің ірімшігіміз дайын. Дайын болған ірімшікті мен бөлек-бөлек салафандарға өзіме ыңғайлы болу үшін бөліп салып қоямын. Қалаған кезде шетінен алып жасай беремін. Бұл ірімшіктерден вареники, немесе творожный пирог, ватрушки, сырники, сочники секілді тәттілерді дайындасаңыздар болады. Табиғи қолдың таза ірімшігіне ештеңе жетпейді, достар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.